майын мүлдем сатып алмаңыз, ағзаға өте зиян. Ал мен сіздерге иісі дәмі мүлдем шықпайтын өте пайдалы майды қолдан жасау әдісін көрсететін боламын. Алдымен бізге іш май қажет болады. Мендегі жылқының іш майы, оған сиырдың, қойдың кез келген майлары жарай береді. Дәл осы видеодағыдай 4 бұрышты етіп бөліктерге бөліп алдым. Оның үстінен 2 алманы осылайша кесіп қосамын, және де бір сәбізді бірнеше бөліктерге бөліп және 2 пиязды қосамын. Одан соң баяу отқа қойып, осы майымды тұшытып аламын. Арасында біздің майымыздың асты жабысып қалмас үшін әрбір 5 минут сайын жақсылап араластырып қозғап тұру қажет болады. Дәл осылай 30 минут баяу отта қайнатып алдым. Осы арада біздің пиязымызда, сәбізімізде, алмамызда біршама жұмсарып қалады және майдың дәмін, иісін өзіне алатын болады. Осымен майымыз толығымен дайын болып шықты. Мен дәл осы әдіспен 7 литрдей май жасап шығардым. Сізде дәл осылай майды қолдан жасап, отбасыларыңызға өте пайдалы майдан тағам жасап беріңіз. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады.